түсті салты қойы бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының, ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл шырайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Жайнап жүрсең қып-қызыл кілемдейсің, масатыдай қолпырып күлімдейсің. Қарияға сәлем беріп көңіл қалар. Армысың, аманмысың, ардақты елім ақынға қабақшытып қарамайтын. Той дегенде құлбас томалайтын деп шаңыраға талы дастырғаны баталы болған шоғылмыш оқтан, қазаны оттан түспеген. Бейдулаевтар әулетіне қош келдіңіздер ағайын. Той құтты болсын. Береке қадірлі ағайын, бүгін Алдалашы жиырмасы да ағайынды Ағдасырғанға шақырып, керемет тамаша той беріп, сізбенен біздің алтын басымызда Ағдасырғанға жинап отырған Жеңісбек ағамызға, Қаламқырдай әпкемізге той құтты болсын дейік. Бүгін мінекей келін түсіп, елге келін келді деп, қазақ еліне тағы бір шаңырақ қосылды деп, жалпы кедей аспандардың әулетіне бір шаңырақ қосылды деп, қуаныштан тамаша той жасап жатыр ағайын. Сондықтан да бүгінгі келіп жатқан келіннің қадамы құтты берекелі болсын. Бүгін мінекей бірімізге аға, бірімізге бауыр, бірімізге дос, бірімізге замандас, бірімізге іні, бірімізге аға бола білген Жеңісбек ағамның шаңырағында той. Сондықтан да барша бүгінгі тойға келген қонақтарға қош келдіңіздер дейміз. Және Жеңісбек ағамызбен Қаламқыр әпкемізге той құтты болсын дейтіндер болғанды қош келдіңіздер. Рахмет, қадірлі ағайын, бәріміз жайғасып болған болсақ, мынау енді беташар деген дәстүрді өздерің жақсы білесіздер. Мынау келіп жатқан, жаңадан түсіп жатқан келіннің қадамы құтты берекелі болсын деп, бір-екі ауыз жақсы тілегімізбен салиқалы сөзімізді, батиқалы батамызды берейік. Келіп жатқан келінге елмен таныстырайық. Қай әулетке келін болып жатыр, қай елдің келіні болып жатыр. Келген үлкендерге бір сәлемін салсын, сәлемін берсін деген жақсы ниетпен бүгін беташар дәстүрін бастап отыр ағайын. Енді мынау сондықтан да құрметті ағайын, абыр-жабырды азайтып, әдемілеп бәріміз жайғасып, орнымызға отырып алсақ, әдемілеп арнайы тойымызды бастасақ, бүгін мінекей келін түсіп жатыр. Сондықтан қуаныш құтты болсын. Bir ғана Жеңісбек ағамның емес, барша осында жүрген аспан кедейлердің тойы құтты болсын. Аспан кедейлер бар ма? Бір қошеметтеріңіз. Аспан кедейлер сіздерге келін түсіп жатыр, шаңырақтарыңыз көбейіп жатыр, көркейіп жатыр. Аллаға шүкір, шаңырақтарыңызға тағы да шаңырақ қосылып жатыр. Сондықтан да құрметті қуаныштарыңыз құтты болсын. Бүгінгі керемет тамаша кеші біздің төрінде отырған дәл осы Жеңісбек ағамның және үйленіп үй болып шаңырақ көтеріп отырған Әзімбектей азаматтың нағашылары келді ма? Нағашылар қайда? Bir қошемет шапала. Той құтты болсын. Қонақ жемжақтар, шиен, бөлелер. Және бүгінгі керемет той жасап жатқан Жеңісбек ағам мен Қаламқыр тәдеміздің осында отырған кластастары қайда? 1970-тер, жаным айтылай, барке болған. Кластастар! Сіздер қатырсыздар вообще. Мен риза болдым, әсіресе жігіттерге риза болып отырмын. Біздің ауылдың жігіттері молодец болды. Әйелінің астына өліп қалсаң отырмайды. Bir жағына еркектер, бір жағына әйелдер отырып алыпсыр, кәдімгі как өзбектердің тойындағы. Молодец сіздер болғанда жерден ана. Жеңгелер әңгімені әукітсін деп өздеріңіз бөлек отырып алдыңыздар ғой. Сондықтан рахмет ағалар. Мен сіздерге риза боламын. Қазіргі жастар болатын болса, әйелінің қасынан жібермейді, қолтығына қысып отырады.
Mine böyle gözümüz oturup әңгіме етейік деп, сондықтан да рахмет ағалар, сондықтан апалар сіздерге де мың алғыс, той құтты болсын. Бүгін түсіп жатқан келін сіздердің де келіндеріңіз, өйткені көз алдарыңызда өскен Әзімбек үйленіп жатыр. Құтты болсын ағайын. Құрметті ағайын, енді бүгін құтты болсын айтатын күн ғой. Шыны керек Ақтиянның қарны жарып, Аққошқардың басы кесіліп айдансың қар, тайдан тұлпар жасап жүрген Жеңісбек деп бауырларыңыз бүгін келін түсіріп жатыр. Сондықтан да мен ортаға Жәкеңді шақырайын, Қалампыр тәтемді шақырайын, қошемет ағайыннан болса қолдар көрсетіп жіберейік. Жәкең қайда ортаға? Келіңіз ортаға билеп қанекей. Барбет негіз келіншекпіз. Сол айтып, келін түсірем деп бұл кісі енді қазір аяғы жерге тимей жүр. Сондықтан да тұңғыш келін ба, бірінші келін ба? Алланың берген тұңғыш келіні кезінде осы аспан кедейлерге осыдан неше жыл бұрын келін болып түстіңіз? 31 жыл аспан кедейлердің қызметін жасады. Бүгін өзі де келін түсіріп жатыр. Кезінде осы кісілердің тойында болған қалай тілек айтты ғой. Ертең қыз ұзатсын, ұл үйлендірсін, келін алсын, балалы болсын, шағалы болсын деп. Көптің тілеуі көл деген қазақта жақсы сөз бар. Аллаға шүкір тілектеріңіз қабыл болып сол кездегі. Бүгін де сол жақсы тілек айтайық деп бердіңіздер ағайын. Сондықтан да мінекей үйленіп үй болып шаңырақ көтергеніне 31 жыл уақыт өтті. Бүгін келін түсіріп жатыр. Кезінде өздеріңізге қызмет қылған бүгін мінекей Қалампыр тәте бүгін ене атанып жатыр. Құтты болсын аспандар! Бассыз балалар бақытты болсын. Енді Жеңісбек ағамды көрмегендер болса бір құтты болсын деп қойыңыздар ағайын. Бассыз балалар бақытты болсын. Жәкеңнің мінекей тұла бойы тұңғышы ма? Үйдің үлкені ма негізі? Тұла бойы тұңғышы үйленіп үй болып жатқанында қуанбайтын адам бар ма ағайын? Біздің негізгі дүниеге келгендегі мақсатымыз ізімізден ұрпақ ерту, соның бір қызығын көру. Аллаға шүкір Жәкең де сол бүгін қаптың аузын ашып отыр. Сондықтан да қуаныш құтты болсын. Жәкеңнің осында келіп отырған ағайын туыстары, қайын жұрты, нағашылары, достары, той құтты болсын. Астыңыздарыңыз берекелі болсын. Шаршамаңыздар. Құдай қаласа енді тойдың бісмілләсі басталып жатыр ма? Кеше бастап жібердіңіздер, барып келінді алып бердіңіздер, құдалармен танысып бердіңіздер. Енді ертең құдай қаласа ағайын мен құдаларды таныстырамыз. Үлкен той алда, бірақ енді бүгін беташар, сондықтан да беташардың арнайы асы дайын. Сіздерге деп таңнан бері қазан шекеленіп жатыр. Осы ағайын туған келсе, құда жекжат келсе деп тойға арнайы палау жасалып отыр. Сондықтан да ортаға той палауын алдырайық. Мен өзім керек кезде тау боламын. Сіздер қалаған жерде жүре беріңіздер. Ал құрметті ағайын, тойымыздың төріне арнайы бүгінгі керемет кешіміздің асы келе жатыр. Орта қалдырайық. Той палауы дайын. Ал қадірлі ағайын, алдына сойдың екі қолды бос өтті, бірақ енді әрбір келген қонаққа құтты болсын айтып келген. Мынау есігімізден қамалдарымыздан аттап келген әрбір қонаққа міндетті түрде төрісін аттыңыз ғой. Аллаға шүкір бүгін Жеңісбек ағам дастарханды жайды, дәмді қойды. Ал енді осы келген қонаққа бір ауыз қош келдіңіздер. Астан алып отырыңыздар, дастарханымыз ашық деп бір ауыз тілегін айтсын. Әулетіміздің үлкені, тойымыздың төбеде тұрған Алтыбай ақсақалды шақырайын, бір жақсы тілек батасын беріп, дастарханның бет пердесін ашып берсін ағайын. Ал оған дейін мына жігіт қыздар сіздерге тамақ салып бере берсін. Ал деген бір ауыз қош келдіңіздер деген жақсы сөзін айтсын. Келіңіздер тағада. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Ал
geldiniz. Sizlerge de құтты болсын. Мінекей Аллаға шүкір. Шаңырақтарыңызға келін түсіп жатыр. Bir ауыз алғы сөзіңіз. Құрметті қонақтар, құрметті тойға жиналған қауым, талаптарыңыз оң болсын, қадамдарыңыз қайырлы болсын. Баршаңызға той құтты болсын. Бүгін мінекей Жеңісбек ініміз үй ішіне үй тігіп жатыр. Сол той тіккен үй зәулім сарай болсын. Іші мұрагерге толсын, сырты құлагерге толсын. Сол мұрагерлердің бесік тойларында, пішпе тойларында баршамызды кездесуімізге Алла Тағала нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Той баршамызға жұғысты болсын. Ал енді тойды ашық деп жаралаймыз, тойдың тағамынан алып жеп отыра берсіздер. Қалған ассалаумағалейкум. Ай, рахмет ата. Тілегіңіз қабыл болсын. Құдай қаласа қазір балдарды шақырам, тағы бірге батаңыз беріп кетесіз балаларға. Рахмет, жайғаса беріңіз, баға тамаша болыңыз. Ал енді қазақта жақсы сөз бар ғой, қадірлі ағайын. Той дегенде қуғас томалайды дейді. Таң сәріден тұрып, бар тіршілікті тастап, тіршіліктің бәрін жинастырып, бір ауыз осы әулетке құтты болсын айтып, тойына сауын айтып келіп жатсыздар. Ал енді балаларыңызға қастармен алып жеп ішіп отырыңыздар. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнменен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең, мейше сүй демеді ме абай атамыз. Сол секілді құрметті ағайын, қайғылындай тебісіп бір ауылда бірі аға біріні болып өсіп, тетелес өскен, мінекей әулетімізде той болып деп қуаныштан жүрегі жарылардай болып келіп отырған тойымыздың төріне мен Бектай ағамды шақырайын, арнайы бір екі әнін айтып берсін. Мынау енді ағамның тойына бір әннен шашу болсын деп жатыр. Сондықтан Беке, ортаға келіңіз, өзіңізден бір ауыз жақсы ән естейік. Өйткені Үшқұты өңірі, Тәуелбай өңірі талай өзіңіздің әніңізден сусындап, талай тойдың төрінде өзіңіздің әніңізді тыңдап еді. Бүгін де сол бір тамаша әніңізді мынау қарттарымызға, ақ жаулықты аналарымызға орындап берсеңіз. Сондықтан да Бектай ағам танитындар бар ма? Bir қол соғып қошеметтеп қоймаймыз ба ағайын? Бәрекелді, міне, ал Беке. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгінгі той құтты болсын Жеңіс аға. Жеңше, тойларыңыз құтты болсын, балдар бақытты болсын. Осы ағайындардың атынан бір екі әнді орындап берейін. Міне не дейміз? Әке деген асқар тау дейді ғой. Мұқағали Мақатаевтың сөзінде жазылған әке деген әнді орындап берейін сіздер үшін. Кәне кеттік. Kezi
Son aydan баяғы ауылдағы палатка деп елеген не құрбан едіңіздер. Әреттен үшін шығып кетті. Енді қадірлі мынау қазақта бетеге кетсе бел қалады, бектер кетсе ел қалады. Бастысы берекең кетпесін, берекең кетсе нең қалады дейді. Алла осы береке бірліктеріңізден айырмасын. Жалпы бекде олайтар әулетіне бір ауыз тілегімізді айтайық, келіп отырған әулеттің үлкендері ақсақалдары бар. Енді мына жерде сыйға сый сыраға бал деген қазақта сөз бар ғой, сондықтан да мынау арнайы бүгін Ақтөбенің қарны жарып, ең кереметі мынау арнайы қалампыр әпкеміздің сандыққа түйгеннің бәрі шығып сіздерге келіп жатыр міне. Арнайы осы тойдан жұғысты болсын, қараша үйден құршықпа деген бір дүниені сіздерге тарқатып жатыр. Сондықтан енді кішкене абыр-жабыр қылмай, әдемі қылып алып алыңыздар. Мынау арнайы келген әрбір қонаққа той жұғысты болсын деп беріп еді қазақтың ырым тиым ағайын. Сондықтан алыңыздар әжелер, құтты болсын. Сосын мына жерге келіп бір ақсақалдардан бір екі жақсы тілек тыңдайық. Яғни әулетімізде Аллаға шүкір қазалы қарттарымыз бен ақжаулықты әжелеріміз баршылық. Ендеше осы кезінде Жеңіс ағамның үйленіп би болғанына куә болған осы жерде аталар мен әжелер отыр. Келіп бір ауыз жәкеңе құтты болсын айтып кетсе, жақсы тілегін айтса деген ниетіміз бар. Сондықтан да ақылшым айналайын ағаларым, өздеріңді жоғары бағаладым. Жеңгелер балтамызған таңдайыма, сағынсам іздеп барып паналарым дейді. Ел ағасы болмайды, тон жағасы болмайды. Ел ағасы болса мәні, тон жағасы болса сәні болмайды деген тойымыздың төрінде елдің әні де мәні де сәні болып отырған аталар мен әжелерді шақырып, жақсы тілегін тыңдайық. Яғни мынау аспан кедейлердің үлкендерін шақырайық, аталар мен әжелерді. Яғни бүгінгі Жеңіс ағамның ағалары мен жеңгелерін, әпкелері мен жезделерін, іні қарындас күйеу балдарын, тойымыздың төріндегі барша Әзімбектің ата әжелері. Келіңіздер ағайындар, бір ауыз тілек айтайық. Ортаға билет береміз әлі. Құрметті аталар, әжелер. Әжелерден бар ма? Тойға келіп отырған үлкендерден тілек айтам дегендер болса келіңіздер. Иә, бір-екі ауыз жақсы апалар бар мына жерде. Жеңіс ағамның апалары қайда? Әжелері қайда? Мынау жеңгелері қайда? Келіңіздер, бір-екі ауыз тілек айтайын. Жақсы жарымыз дейді, 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәли деген. Тілектеріңіз қабыл болсын. Мынау жастар үйленіп үй болып шаңырақ көтеріп жатыр. Бір-екі ауыз тілектеріңізді тыңдайық, құтты болсын, барыңызды айта кетіңіздер. Енді шығам дегендерге ешқандай шектеу жоқ. Ортаға келіп бір ауыз тілек айтайық, жеңіске дегендеріңіз болса келіңіздер ағайын. Әжелер келеміз. Апалар. Осы әулеттің қыздары қайда? Үлкен қыздары қайда? Ой, сурет потом болады, апа. Ал, апалар, билет. Енді құрметті ағайын, барлыққа ағайын болсаңыздар, шығып тілек айтыңыздар, өйткені мынау ертең видео бар, жай-жаққа кететін жаңағы әлеуметтік желі бар. Ертең айтып емес, Жеңістің ағайындар жоқ па, немен ешкім шықпапты ғой деп. Сондықтан да енді барынша туысқандар болса, бауырлар болса, шығыңыздар, келіңіздер, бір-екі ауыз тілек айтыңыздар, бұда тұрған ештеңе жоқ. Сондықтан да мінекей апалар, әжелер, жеңгелер шақырып жатырмыз. Кімнің жасы үлкен, кімнен бастаймыз? Ақсақалдан бастап келесің. Құрметті қонақтар, ағай дос келіп жатты. Бүгінгі міне сөйлесу отырған елмеді ағамыз кішкентай үйленіп жатыр. Осы балдарымыз бақытты болсын. Балдар бақытты болса, ата-ана бақытты. Ата-ана бақытты болса, еліміз, халқымыз тыныштық, тамағымыз тоқ болады. Осы тіршілікте әр отырған келін ағай туыстардың отбасыларымызға жақсылық, осы қуанышты күндеріңіз көп болсын, тамашылық көңіліңіздер, жиын той көп болсын. Балдарымыз бақытты болсын, саңырыларына. Ассалаумағалейкум, жиналған халық. Біз жиыншан
Балдар үйленіп жатыр екен ғой бүгін. Бұлай берсін деп бір тек айтып берейін. Ізден тілек сол болсын, тойдың маңың мол болсын. Отау тіккен жастардың талаптары оң болсын. Тату тәтті күн кешіп, мәңгі бақи бір болсын, жүздерінде бір болсын, іздерінде ұл болсын деп біздерге айналамыз. Той ота берсін дейміз. Осы үшін жиналған қауым баршаңызға осы балдарымыз жұғысты болсын, той болсын, үйлендіріп жүрген балдарымызды үйлендіріңіз деп, той болса берсін, балдар бақытты болсын. Бүгін мына үлкен аспан елімізде келіншек түсіп жатыр екен. Мына жерде қалампыр келін, мына келіп жатқан келін құтты болсын, аяғымен құтты берекет болсын, қосағымен қоса қалсын. Өсе берсін, өне берсін, бәрі бізді аспанның келініміз ғой. Біздің ізімізді болсын, қосақтарымен қоса қалыңдар. Дендерім сау болсын, уақыттарым қош болсын. Жанымыз, еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, нарымыз көп болсын, уайым жоқ болсын. Бәрі қыздар, ақ қыз, сары қыз бәріне құтты болсын айтамын. Құтты болсын, жалпы осы елдерге. Мінекей, мына бүгінгі тойдың себепшісі мына екі бала ғой. Міне Жеңісжан, айналайын, Қалампыржан, мына шаңырағың, шаңырақ қосылып жатыр екен. Мына балалар бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Халқына қадаулы, еріне елеулі бала менен күтім болсын. Менің бүгін қай сіңілімменен Елмұрат күйеу баламды орнынан бір аунап тұрып жатқан шығар, бауырына басқан немересі. Айналайын осы әрқашанда аманшылық болсын. Осы менің Алла жасымды беріп, Алла өмірлі шүбірлі болсын. Жусандай түбірлі болып, ақ жүзді абырайлы болыңдар, жаным. Бақытты болсын. Емпек бауырым, мына істеп жатқан тойың құтты болсын, балдарың бақытты болсын, тойларың тойың болсын. Текке осы той деп төркіндерге той деп телебейік та, көп рахмет барлығына шүкірлеріме. Құрметті той шығауым бүгінгі мереке, мына Жеңіс інімменен Қалампырбегімнің бірінші қуанышы. Келін құтты болсын жаным. Екі балаң бақытты болсын, бақыт баянды болсын, табысты болсын, табыстаудай болып еттен көріне берсін. Келген жеріне иманы, инабатты келін болсын, ата-анасын сыйласын, бірін-бірін сыйласын. Құдай ауызбіршілігімізді берсін, балдар бақытты болсын. Не дейміз енді әрқашанда мына тойың құтты болсын қайным. Денің сау, өмірің ұзақ болсын, мына балдарыңның қызығын көр. Мына кіндігін кескен балаңның өмірі ұзақ, дені сау болсын, әрқашанда қатарының алды болсын. Алған келіншегі әрқашанда қалпына қадаулы, елінде елеулі болсын. Дені сау, өмірі ұзақ болсын, ұлды болсын, қызды болсын. Ұлды болсын, қызды болсын, әрқашанда аман болсын. Мына халқына әрқашанда еліне жамаға болсын. Айдағаның түйе болсын, қауғаның деймін, көргенің көру болсын, айтқаның елеулі болмайсың. Қалампыр айналайын, жақсы келімен біреуіз әрқашанда қалыңа қалампыр сенде еңбек елеулі болса, елің сау өмірің ұзақ болсын, еліңнің осы кезде немерелі бол. Жиналған қауым баршаңызға той құтты
Qadamımızda silap kelgen qadamlarımızga nur jausun. Baurum jeniz şükür. Qalampir alğaşqı kelinlerin qutlu olsun. Toylarını toğulasın. Özlerine jaylı kadırda giyimde giyimde kalkına kalaulu giyim olsun. Toylarını toğulasın. Yiyeceklerini Kuday alıp üstünü versin. Yerimiz aman, yurtumuz tinç olsun. Mineki жинап қалған ағайын туыстар, барлықтарыңа да той құтты болсын, айналайын жеңісінің тойы құтты болсын, дені сау болсын, отбасы аман болсын, балдар бақытты баянды болсын, келіннің аяғынан қойшының таяғынан дейді ғой, Алла бақыт береке әкелетін келін болсын. Тойларын той қыласын. Ассалаумағалейкум, құрметті халайық, тойшыл. Мінекей бүгін Елмұратовтар әулетінде үлкен той. Ақтөбенің қарны жарылып жатыр. Мынау жеңіс ініміз келін алып, үлкен той жасап жатыр балдарына. Сол тойлар құтты болсын, тойларын тойға жалғасын, балдарың бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін балдар. Барлық жақсылықты тілеймін сіздерге. Құтты болсын. Ассалаумағалейкум, жинап қалған қауым. Міне бүгін жеңісіміз үйшіне үй тігіп, мінеке баласын үйлендіріп, алғашқы көріп жатқан қызыға балдар бақытты болсын. Мына тіккен отауларыңыздың іші жанға, сырты малға толсын дегендей бақытты болсын балдар. Барлықтарыңызға келген қауымға рахмет, сыйлап келіп отырғандарыңызға. Барлықтарыңызға жұғысты болсын. Осындай той бола берсін. Құрметті қалайық, мына Елмұратовтар әулеті бүгінгі болып жатқан тойларыңыз құтты болсын. Алда бақытты баянды болсын. Бір тойым бар болатыны сөзсіз менің. Дәл қай күні екенін айта алмаймын, бірақ бәріңді билетпей қайта алмаймын. 14 талаға састалары ұран сондай, 25-тің бәрінде сағылдыртам, кемпірлердің қызғын сағындыртам. Қыз қуатын жігітке ат беремін, жанам деген жігітке от беремін. Мен бар жиған тергенімді халыққа бір той жасап өткеремін деп, мына жеңіс бауырым бүгін барлық жиған тергенін шашып той беріп жатыр. Балдар бақытты болсын, бақыты баянды болсын. Көтерген Ағатауының іші жанға толсын, сырты малға толсын. Жеңіс ағаның үйінде той болып жатыр. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын баршаңызға. Жеңіс аға, балдарыңыз бақытты болсын, баянды болсын. Шаңырақтары биік, керегелер кең, босағалары берік болсын әрқашан. Аллам екі жақтың ауызбіршілігін берсін. Әрқашан сіздің үйге той деп келейік. Алла нәсіп етсе, ендігі жылы осы ресторанда немеренің тойын тойлап отыра берейік. Рахмет тілектеріңіз болсын. Айтамыз ба? Құрметті бүгін алыс жақыннан келген ағайындар, туажек жаттар, бауырлар, бүгінгі мына болып жатқан әулетімізге келіп қосылып жатқан келініміз, келін келіп қуанышты болып жатырмыз. Қуанышымызға ортақ болып келіп жатырған барлықтарыңызға осы той құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Әулетіміз үлкейіп, өсіп өніп көбейе берсін. Барлығымызға да осы той жұқты болсын. Қызметте жүрген, алыс жақыннан келген, жақын жолғы жекжаттар барлығымызға да көп рахмет, қуанышымызды бөлісіп жатқандарыңыз үшін. Құрметті ағайын, тоғыз құда, анда жекжат бәріміздің бүгінгі басып отқан қадамдарыңыз құтты болсын. Мына той бәрімізге құтты болсын. Мына Қарашаңырақта қалған жеңіс айналайын Қалампыр екеуіңе бүгінгі қуанышты күндерің құтты болсын. Келген келіннің қадамы Алла құтты болсын. 2 жас бақытты болып, абыройымызды асқақтататын балам ұл мен келін болып, бақытты ұзақ ғұмыр кешсін. Соңындағы балаларың да жақсылық
әкеп қуандыра берсін. Өмірлі шүбірлі өсіп өне беріңіздер. Бәріміздің үйімізде той болады. Ой, рахмет, кеттеріңіз сау болсын аталар, әжелер. Кешегі осы Жеңіс ағамның әкесімен талай табақтас болып, анасымен сырлас болған азаматтардың бірісіздер. Рахмет, мінеге апамның өзінің бір төбе. Яғни Әзімбекті кезінде дүниеге келген кезде шыр етіп, кіндігін кесіп көтеріп алған адамның бірі. Сондықтан рахмет, ең жақын, ел жақын Жеңіс ағамның жанашыр бауырлары өздеріңіздер ғой. Сондықтан рахмет, бастарыңыз заман, дендеріңіз сау болсын. Жаке, игі жақсылармен бір суретке түсіп алайықшы. Бұл кісілердің күнде басын қосу қиын. Бүгін енді бір басы қосылды сосын әдемілеп бір суретке түсіп алайық. Қарай қойыңыздар қайке. Міне. Туысқандар жинап алдық. Бар ма тағы кедейлерден түсетіндер келіп түсіп қалды. Шай ішіп алыңыздар аға, отырып жақсылап. Сіздер шай ішіп балам дегенше мен тағы бір қонақтарды шақырып жіберейін, өйткені бұл кісілердің орны ерекше. Қазақта әрбір адамның генетикасының 70% қаны ол нағашыға тартылады екен ағайын. Сондықтан да тойдың төрінде отырған Жеңіс ағамның нағашылары бар ма? Жәкеңнің нағашылары болса ортаға шақырайық. Және арнайы Әзімбектің нағашылары, біздің керемет тамаша той жасап жатқан Қалампыр әпкеміздің барша туыстары, төркіндері, апалары, сіңілері, осы жерде отырған ағалары мен жеңгелері, қысқасын айтқанда барша нағашылар, жиендер ортаға бөлелер. Билеп көреміз кеткен екен. Нағашылар қайда? Той құтты болсын. Ал нағашылар. Әзімбектің нағашылары ма? Ой, жаным айналайын, Әзімбектің нағашылары. Анау қазақта сөз бар ғой, қадірлі ағайын. Аспанда Құдай, жердің астында мұнай, ортасында адай деген қалсыздар ма? Ендеше адай нағашыларына бір қошемет биле жібермейміз бе? Кет қанекей, қошеметтеріңіз қанекей. Адайларға заказной музыка қойдырып білейін ба күшті сіздерге? Арманы ой талайдың, арғымағы адайдың. Қойсай, мына торымызды алып да. Қағаз қойып беріп біздер тілек айтып алыңыздар, мен күшті қойып берем. Ал, кім үлкен? Апам шығар енді, арамыз өрбені. Той құтты болсын. Құрметті қалайық тойға жиналған қауым. Барлығыңызға да той құтты болсын. Бүгін Ақтүйенің қанды жарылып, Жеңіс пен Қалампыр Жаңылдың үйінде той болып жатыр онан асырып. Екі жас бақытты болсын, екі балам. Бақытты, баянды болсын, гүлдей жүрген, жүзген аққудай, жібі жазылмай өсіп өніп, тек қана елеулі қалыны, халықтың келіні болсын деймін. Я, Қалампыр жаным, ене болғаның құтты болсын, жаным. Жаным құтты болсын. Айналайын құтты болсын, жаным. Жеңіс құтты болсын ата болғаның. Я осы төрде отырған үлкен кісілерге де құтты болсын айтамын. Апаларға, құдағайларға ұзағынан болсын. Сіздерді қадірлі де құрметті келіндеріңіз болсын. Өсіп, өсін. Я Алла жарып
асырап еді я. Асырап отқан кезде пойыз келген ғой 90-да. Әже, мына пойыз Қызылордаға барады ғой десе, жоқ бармайды десе, жоқ барады деп айтады. Сағынғады екен мамасы мен папасын, я. Бәріне де нұр жаусын адамдардың алтын уақыттарын бөліп келгендерге. Той құтты болсын, тек қана осы жеңісті Қалампырдың үйінде той болсын. Іңгілаған бала болсын. Кейінгі баламызда үйленіп тойға келейік. Той болсын. Тамадыға да айналайын рахмет. Allah razı olsun апа, той боласың. Қазақта сөз бар ғой. Қанаты бүтін сұңқар жоқ, тұяғы бүтін тұлпар жоқ дейді апа. Енді тас түскен жеріне ауыр, оның бәрін түсініп тұрмыз. Дегенмен өздеріңізде жанашыры бар, өздеріңізде іздеушісі бар Шәкеңмен әрине Қалампыр бақытты. Осындай тойына келіп қуантып жатса рахмет. Тағы кім ары қарай тілек етер? Қай кісінің жолы дейді? Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Міне бүгінгі тойдың себепші мына жиен баламенен Қалампыр. Міне түскен келіндерің құтты болсын. Я осы әулеттің дана дара келіні болсын. Я Қалампыр жақсы болса, келін де жақсы негізі. Енеге байланысты. Я тойларың құтты болсын. Ендігі жыл айтып жатыр ғой, ендігі жыл осы жерде шілдеханасын тойлаймыз деп. Я бақытты болсын балдар. Ассалаумағалейкум. Жезде әке келіндеріңіздің қадамына нұр жаусын. Тек қана жайға 18 тойға келейік. Сол бақытты болсын жасын. Қайырлы күн, құрметті Теміртау елі, құрметті кедейлер әулеті, құрметті қазақта бір жақсы сөз бар. Жезденің жақсысы әкедей деп. Міне бүгін менің жаңағы өздеріңіз жаңа күміс апам айтып кеткендей, әке шешеміз ерте өмірден озып кетті. Бірақ әке шешеміздің қазіргі жан сол кісілердің орындағы осы жеңіс жезде мен Қалампыр әпкем. Міне бүгін осы кісілердің үйінде тұңғыштар үйленіп, ақ түйенің қарны жарылған күн дейді ғой. Сондай ұлан-асыр той болып жатыр. Алталаштың басын қоспаса да, ағайын туыстың басын қосып, міне бүгін дүбірлі той болып жатыр. Сонау Теміртау, Қаратау елінен, сонау бәріміз жаңағы ағайын туыс бір туғанымыз ғой, кіші жүздің қызын осы Теміртау еліне бұйыртса келін әкеліп жатыр. Жезде Қалампыр әпке екі жақта тұрып отырсыздар ғой. Тойларыңыз құтты болсын. Той қаласын. Мынау келіннің аяғынан дейміз, қойшының таяғынан дейміз қазақта. Сондай құтты келін болып, осы кедейлер әулетін өріптетін сондай үбірлі-шүбірлі үлкен бір әулет болсын. Біздің Әзімбек пен Ақыркеміз. Және бұйыртса Әмзебегім де артынан еріп келе жатыр. Әмзебегіме жол ашылып, келесі жылы тағы да осындай бір дүбірлі үлкен тойда бас қосайық. Бұйыртса әпкем мен жездемнің келесі 9 ай, 9 күн, 9 сағатта осы жерде бесік той болсын деп тілеймін Алладан. Барлық Алланың қалауымен әпке жезде үйлеріңізден тек қана той кетпесін, той бола берсін. Тек жақсылық тілеймін. Рахмет, тілегіңіз қабыл болсын, той қаласын. Қосыламыз ба? Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Шаңырақтарыңыздан той береке кетпесін. Құдай қаласа сол шілдехана бесік тойдың төрінде табылып тұра беріңіздер. Жәке, әдемілеп қай жерде бір фотоға түсіп алайықшы. Бір жұртыңыз ғой. Сондықтан әдемілеп тұра қаламыз. Ортаға тұрып апамның қасына тұрып бір сөйлесейік. Ал қараңыздар, 1, 2, 3 әдем боламыз. Ал, құрметті нағашылар, ортаға билеп той төне жиғасыздар. Кет қане. Jo'qolgan
Рахмет, қошемет нағашыларға. Бәрекелді, рахмет. Президентіңіз сұрайды ол әр тұрған кезде. Адайлар тыныш па деп. Адайлар тыныш болсын. Ал, аман болыңыздар. Енді қадірлемейін, мынау айта берсек, тілек көп. Бір басқа болғанмен тілек бір, жүз басқа болғанмен жүрек бір. Бастысы, бісміллә той басталды ғой. Ертең құдалық бар, одан кейін кешке үлкен той бар. Қалған ағайын сол кезде тілек айта жатарсыздар. Енді біз тілек айтпадық демеңіздік. Мына жақта енді бір-екі кісілерден ұсыныс түсіп жатыр. Мынау астың бір жақсылап батасын алмаса, содан кейін беташарды бастайық. Келінді шақырайық, беташар дәстүрімізді өткізейік. Егер рұқсат болса солай жасайық. Егер жоқ, мен бір ауыз осы беташарда тілек айтпасам болмайды деп бүгін құлшынып келіп отқан бір кісі болса, онда микрофонды берейік. Bir ауыз тілек айтам деген болса. Жақсы, беташарды бастаймыз ба? Ендеше қадірлі қонақтар, той құтты болсын. Құтым ағамыздан мынау беташардың палаудың батасын алып алайық деп жатыр, астың батасын. Сол жақтан содан кейін құдай қаласа беташарды бастаймыз. Орындарыңыздан тапжылмай отыра тұрыңыздар. Және әбеке, сыртқа шығып кеткен қонақтар шақырыңызшы, біраз кісілер сыртқа кетті ғой. Жарқалай қалай, жарқалым қалай, ертілесен әзірет кеткендерін келіп кептіктерін болсын. Дастархандарын берекелі, отбасыларын берекелі болсын. Алла екі жастың бағын ашып, тойларын тойғыласын. Мен айтқаныңыз деsin, кейін сау болсын. Ал, құрметті ағайын, енді мынау елімізге келіп жатқан ақ келіндеріңіз, пәк келіндеріңізді шақырайық, беташар дәстүрімізді бастайық. Олай болса, құрметті ағайын, беташардың заттарын алып келіңіздер. Бүгінгі той берекелі болсын, тойларыңыз той қаласын ағайын. Ал, келіннің астына төсегендер деп келіңіздер. Беташар біткеннен кейін, мынау шеттен, алыстан келген, осы жерге келіп жатқан қонақтар бар. Бірнеше күн болған алды келіп жатқандарға. Соларға мынау Жеңіс ағамның бір кішігірім қонағасы беріп жіберейін деген жақсы ниеті бар. Дәл осы жерде өтеді, сондықтан да алыстан келген қонақтар кетіп қалмаңыздар. Арнайы сіздерге қонағасы бар. Енді атын атап түстеудің керегі жоқ шығар, бірақ енді осында шеттен келіп жатқандар білесіздер өздеріңіз. Ал, келін алдырайық ортаға. Ал, қошаметтеріңіз айналайын. Шапалақ кетіңіз. Мінекей, арнайы барып келінді сонау Тараздан алып келді ме? Тараздан алып келіп отырған. 2000 жылдық тарихы бар, қасиетті мекеннен келіп отырған келін. Сондықтан да елдің жерін құдай қаласа танып жатарсыздар, ертең құдалармен танысып жатарсыздар. Бүгін енді осы аспан елін бір әлемлеп таныстырып берейік. Келген ағайындарға бір сәлем салғызайық. Келген қонақтарға ізет ибасын көрсетсін келін. Ал, құрметті ағайын, енді жайғасып алыңыздар, ақсақалдар. Енді мына жерде бәріңізді көрініп тұрмайын, жақындатайын ба? Әдемі тұрма, келін орнында ма? Тұра берсін ба? Ойбай, көрінбей жатырмыз, көрінбей жатыр дегендер болса, кішкене берірек ба? Жақсы. Мына жерге дейін, кішкене. Тұра берсін ба? Бұл Амангелді ағам ұрсы бар. Керек болса түрге тұр көріндерде. Ал, құрметті қонақтар, енді бісміллә деп беташарды бастайық. Мынау кезінде беташайын деп жатқан азаматтың қасында бір көкем кепті. Өйткені ол кісі үйден шығып бара жатқан кезде жеңгеміз қалтасына 1000 теңге ақша салып жіберді.
Қазір барғасын қайнағалар дегенде сенің атың шығады. Құрғыр сөзден ап банкке ақшаны саласың деп. Сөйтсе көкем жолда келе жатып әлгіні ішіп қойған ғой ма қазірге. Енді қалтада ақша жоқ, не істейді? Бедашайын деп тұрған балаға айтып жатыр дейді, айналайын інім ананың ішінде атым бар ма жоқ па деп. Ойбай барсыз көке, қайнағалар жағындасыз десе, ағам айтыпты ғой, соны әруақтар жағына қосып жібере салшы деп. Сол айтқандай қадірлі ағайын, әруақтар жағында қалып кетпей, бар екендеріңізді білдіріп, мына жерде тұрған киіз үй бұл арнайы келіннің көрімдігіне жасалған дүние. Енді ешкімнің атын атап түсіністемейміз ағайын. Сондықтан сіздер ренжімеңіздер. Менің атым шықпады, мен не үшін соған деп. Сондықтан ағайынсыздар, бауырсыздар, менен топтап айтам, сол топтың ішінде болып табылып келіңіздер. Менен гөрі Жеңіс ағама қай жағынан жақын, Қалампыр тәтеме қай жағынан жақын екендерін өздеріңіз білесіздер ағайын. Сондықтан да барынша белсене қатыса отырыңыздар. Келіндеріңіз жерден жібек көтергенде иіліп сәлем салғанда бақытты бол деп отырыңыздар. Анау тойдың төрінде тұрған әжелердің жолын берсін. Алды 10-нан бала туып, алды 40-тан немере сүйіп отқан әжелер. Алла тіл көзден сақтасын, сіздердің жолдарыңызды берсін апалар. Ал, бісміллә, бетажарды бастайық. Мына микрофон сақыратын бар ма? Стойка жоқ, ке жастардың біреу бар ма, жас балдар? Бұл жерде сізден басқа жас ешкім көріп тұрған жоқ. Ең жассыз болып тұрсыз. Келіңіз. Жандос қайда, Жандос? Жандос қайда? Жандос берген. Жандос, анау сурет сатып өліп атырған. Бергеле. Мына аппаратура сенікі, стойка ұстап қоймаған сені кінәлісің. Ағасы қара беріңіз. Ұстап тұрсың, берген. Бұдан кейін 10 суреттің ашасына бір стойка сатып ал. Керек болып ма? Ұстап. Адам жоқсың.
ауыстырдан кейін ана баланы жетектеп келіп жерге бардым, сен қоймай алып дедің ба? Өздеріңіздің ауылды балдары ғой, құрметті ағайын. Бәдидің баласы ғой екеуі де, егіздер. Күнде апар деп киноға, Әзімбекті қинама, озамын деп біреуден, дүние босқа жинама, келін болсан қалаға, керімдікті қалама, қамқоршы бол әрдайым, қартатаң мен анаңа, келін болсан ауылға, араласқын қауымға, үйірі жылқы түйе бар, сиыр ұстау сауынбай. Саба замат сабыр ет, ертелі кеш қызым ет, жебе дүзу бал екен, келініңіз керемет, әуелі Құдай жолына, сонан соң әруақ жолына, келін жанға дәу сәлемет. Ей жарқырасың келін жан, үйіңде жанып шамдарың, ұрпағың үй болды деп, білге шығар әруағың, риза болсын солары деп, дұрыс қой сәлем салғаның, әруақтарға бір сәлем. Барша осы әулеттен өткен марқұмдардың құрметіне, ата-бабаларының, әжелердің, өмірден өткен барша бауырлардың құрметіне қос-қостан сәлем болсын. Жай жәннат топырақтары торғалы болсын. Алла біліп білмей істеген күнәсін кешіріп, мынау артында қалған ұрпақтарына Құдай өмір салауат берсін ағайын. Той құтты болсын. Төбе тұрса төбедей, екі мұрты жебедей, қараңғыда жол тапқан, қапияда сөз тапқан, аталарға бір сәлем. Ей кезекті келін әжеге, көпті көрген көнеге, құрметтесең келін жан, үйленерсің өнеге, әжелерге де бір сәлем. Барша Әзімбектің аталары мен әжелерінің құрметіне қос-қостан сәлем болсын. Аспан кедейлердің үлкендер ортаға билеп берсін әреке. Қандай керемет аталар мен әжелерге. Ой, бәрекелді, рахмет. Ой, тамаша, рахмет ақсақалдар, аталар, әжелер. Алла амандық берсе, осы отау құрып жатқан жастар бақытты болып, Құдай сіздердің жолдарыңызды берсін. Керемет мінекей аталарымыз бен әжелеріміз келіп кетті, рахмет, Алла разы болсын. Ей қуаныштан күнім деп, қуанышым күнім деп, тебіреніп атаң жер, теңін таптау ұлым деп, анау тұрған аташың, сәлем салсаң келін жан, саған берер батасын, ата қызға бір сәлем. Бүгін келін сүріп, қуаныштан жүрегі жарлардай болып жүрген, бүгін қайын ата деген атқа ие болып жатқан Жеңісбек ағамыздың құрметіне бір сәлем! Жердің топырағында естілген ерлер бар, қаймықпайтын ешкімнен жаңылмаған әдет. Алла разы болсын, келін құтты болсын, рахмет мінекей. Шәкең айтатында қалды асты жағында. Рахмет.
тамаша. Енді аспандарға 31 жыл қызмет қылған болсаңыз кедейлерге, енді келінмен қосылып алып қызмет қыласыз. Бұл қызмет деген ешқашан маусылмайды. Сондықтан да Құдай қаласа қосарлана келінімен бір тамаша қызмет жасасын. Жалпы аспан еліне, мынау кедейлер еліне жақсы келін болды ма? Ешкімнің алдынан көшегеден өткен жоқ па? Біреудің алашымын аттаған жоқ па? Ендеше келіні құтты болсын бүгінгі. Ай, тамаша біле. Келіннің мынау қазақ айтады ғой, қызым саған айтам, келінім сен тыңда деп. Келіннің құлағына алып сырға енең қандай қызмет қылса, ертең Құдай қаласа сен де осы елге қызмет қыл. Той төріне шықсын деймін нағашылар, нағашымның басындағы бағашылар. Тойымызға арнайы келіп тұрған, тойларың құтты болсын нағашылар. Ол анаңның, бұл шешеңнің, ол анаңның ағасы, болады саған нағашы. Нағашы кім деп сұрайды, атамыз қазақ баласы. Ал нағаш бар ортаға, билеттеріңіз келе. Ал қалдай нағаш бар. Ай, рахмет. Алла разы болсын нағаштар. Аман болыңыздар. Кезекте келін қайнаға, кісі емес қой жай ғана. Қайнағанның көзінше тотоғыздай таранып, қарай берме айнаға, қайнағаларға бір сәлем. Ей, қасыңда жүр абысын, абысынмен тең әлісің, негізін әйел демесең, еркекке бермейді намысын, абысындарға да бір сәлем. Барша қайын аға абысындар, және бүгінгі үйленіп үй болып жатқан Әзімбектің ағалары мен жеңгелері ортаға билеттеріңіз келе. Қаламбыр әпкемнің жеңіз қайынлері қандай тамаша билеп жатыр. Aman ağam keremim, бұдан артық не керек? Самқорышымыз болып жүр, нұрын себеден. Жеңешемді сыйлаған, өзі жұртқа сыйлаған, ағам бардау алдыңдау, неден қиналам. Таңнан бері ерте келіп, осы жердегі бар қонақты жайғастырып, бар тойдың басқасында жүріп, осы аспан елінде, кедейлер әулетінде, есімдер әулетінде той болса осы мен Амангелді ағамды көрем. Сондықтан да осы халыққа қызмет қылып жүрген Амангелді ағамның құрметіне бір сәлем ерекше. Қошемет шапалақты, қошемет рахмет әбеке, Алла разы болсын. Өзі халықтың арасында осындай адамдар керек ағайын. Тоғашылық жасап осы халықтың қызметіне жарап жүрген үшін рахмет. Құдай қаласа сіз де келін түсіріңіз, қыз ұзатыңыз. Жақсылық болсын. Демалыс деп жүресің, жиналыс деп жүресің, жүгіресің қалаға,
шүгіреsin далаға. Қамын ойлап туыстар жайын ойла, жұмыстың шаршамайтын жезді екен. Қамын ойлап туыстар жайын ойлап, жұмыстың қайдасыңдар жезделер. Әпкелер, әпкелер, жезделер, тойыма әпкемен жезделерім көп келер. Барша қос әулеттен қыз алған жезделер және қос әулеттің қыздары әпке жезделер ортаға. Рахмет, апа жезделер, Алла разы болсын, той құтты болсын. Ой, тамаша ата, рахмет. Келді міне кезегің, құда менен құдағай, қосады құдай оларға дау шарасар, алып келсе бір тай, құдаларға бір сәлем. Әулеттің мың жылдық сарсүйек құдалары, қыз алып қыз беріскен, құйрық бауыр жесіп төс қабысқан байырғы мың жылдық сарсүйек құдалар қайда? Ортаға бір сәлем қанекей. Қош келдіңіздер құдалар, қадамдарыңыз оң болсын, той құтты болсын, сіздерге де жүрісті болсын. Бәрекелді құда, рахмет. Жиені жақсы қандайды, үзілген жерді жалғайды, қаз келеді қаңқылдап, қаз қонады көлдерге, келін жаңа не сәлемет, отырған барлық жиендерге. Ай, айналайын бөлелер, осындай тойға келе бер, не болса дау қазнаңда, бөленген дәрін бөле бер, айналайын бөлелер. Жиендер мен бөлелер қайда? Ортаға беріп келеміз қанекей. Жиендер, бөлелер, Алла разы болсын. Кетік аралай. Ал, құрметті ағайын, баяғыда мынандай бір ән бар еді. Елдің бәрі біледі, талай мектепте жаттап өстік. Бәріміздің досымыз бар, бірге айтып берейік. Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бәрімізде өмір жолын бастап едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар, біз дәуірдің гүлдіреген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен.
музыка, ой. 70'ler mi, 1970'ler mi? Kimin ne gitmesin, bildiğimiz gel hadi. Klaslaşlar. Türgende, köyden girgende, sabır kılgende, Rabbim ağzıyla. Sana kadar inanmam, gözüyle oynamam, yalnızım oynamam. Sen geleceksin, sen geleceksin, sen geleceksin. Rahmet. Қай жерде негізі құлғырық па? Талай құлғырықтың, авангардтың анау киіз үйдің алдында маңдайлардан ысы өтіп беташар өткізген келіншектер бар негізі. Күннің ысысында кәдімгі. Бұларға енді билеп жатыр. Рахмет, Алла разы болсын. Класстастар, Алла сіздердің де шаңырақтарыңыздан осылай той кетірмесін. Рахмет, ал кеттік ары қарай. Kayınseverlerden hürmetine bir selam olsun endişe. Rahmet, kayınsever. Hep bereketler. Және тойымыздың төрінде отырған барша коллективтер болса, коллективтерді шақырып жіберейік. Коллективтердің құрметіне бір сәлем болсын ағайын, той құтты болсын. Ей белімді онша талдырмай, сырымды көпке алдырмай, кел жаңа не сәлем ет, ауылдастардан қалдырмай. Барша көрші қолаң ауылдастар, осында келіп отырған барша қонақтардың құрметіне тағы бір сәлем болсын. Ал құрметті ағайын, ешкімнің аты қалып кеткен жоқ па? Biz қалып қойдық, біздің топ қалып кетті дейтіндер жоқ па? Той біткеннен кейін, ертеңіне беташардан кейін Қалампыр тәтемнің WhatsApp-ына жазып, нервына тиетіндер жоқ па? Сен менің атымды айттырмадың дейтіндер. Олай болса, құрметті ағайын, барша осы әулеттерге келген қонақтардың құрметіне, барша ауылдағы ағайын туысқанның құрметіне жеке-жеке бір сәлем болсын ағайын. Ал, құтты болсын. Kendilerinden kadamız bolsa ағайын. Бақыт болсын. Ай, тамаша. Тағы. Қошемет, шапалақ, kendilerinden. Тағы бір сәлем. Рахмет. Ал, құрметті ағайын. Енді Аллаға шүкір осы келін болып түскелім, Құдай қаласа мен де келін түсірсем деген жақсы ниетпен келді ғой. Әрбір келген келін құтты келін болсын деп қазақша айтпайды. Осы шаңыраққа кезінде келін болып келіп, бүгін мінекей келін түсіріп жатқан мен Қаламқыр әпкемді шақырайын. Жақсы бір тамаша, жақсы ниетімен
Осы уақытқа дейін осы келін түсіріп, келіннің дидарлы жүзін көрсем деді ғой. Алла тілеуін қабыл етіп, бүгін мінекей Әзімбектей ұлы үйленіп жатыр. Сондықтан да келіннің бет ашарын өзі көтерсін, ортаға қаламқұрдай енесін шақырайық Қареке. Шабыла! Мынау енді қаламқұр дәдемнің қуанышында шек жоқ ағай. Осы жерде келін түсіргенін бәрі біледі ғой. Бұл енді келін деген құтты келін болсын. Осы келінмен татудан тұрыңыз. Алла амандық берсе баяғыда осындай келін түсіріп ертеңіне бет ашарды, ағайын туысты шығарып салғаннан кейін келінді қасына шақырып алып енесі айтып қой, айналайын келін, сенің де жақсы көретін адамың осы үйде, менің де ұнататын адамым осы үйде. Екеуміз бір адам жақсы көреміз. Яғни екеуміз ешқашан ұрыспайықшы. Екеуміз ұрыссақ, арамыздағы жақсы көретін адамымыз қиналады ғой деген екен. Бір жағында анасы, бір жағында келіншегі, ортасында Әзімбектің мияшымасын десеңіз, дәл осы Қарақалпақтан қызымен татып жатырмыз. Ал қошеметіңіз ағай. Қоса. Шапалақтарыңыз. Әзімбек Шахрай құрметті ағайын, бүгін келін түсіріп, бұл енді жеңістің қай баласы деп жүрген ағайынға көрсетейік. Әзімбекке қошемет шапалақ қойма, ортаға Әзімбек! Ал Әзімбек құтты болсын. Жәнекенсің жүзеге тәрбиелі балапаныңнан түсірме енді ешқашан келінді алақаныңнан. Ұлдарың болсын, тұлымды, қыздарың болсын, бұрымды, қосағыңмен қосылып ай, махаббат атты жырыңды дейміз. Әрқашан бақытты болыңдар. Енді жақсы ниет қылып, осы келінмен бақытты болам деп үйленіп жатсың ғой, Алла бақытын берсін. Мына жерде бір кісі келіп тұр, келіннің орамал ырымдап алайыншы, маған керек болып келеді деп. Келіңізші сондағы. Кім еді? Келесі келін түсірем деп ниет қылып отырған кісі. Сізге ма? Біреу шығылды ма, өзіңіз бе? Ол шақырыңыз. Өзі келсін ортаға. Қошемет шапалақ, қолдай көрсетейік. Ал! Шапалақ! Келіңіз ба? Келіңіз ба? Қай жақтан? Үшқұдықтан, анау мынау емес. Сонау Өзбекстан, Үшқұдықтан келіп жатыр. Қошемет шапалақтарыңыз ағайын, қолдан көрсетіп жіберейік. Шапалақ, Үшқұдықтан келген апа. Ай, тамаша. Құдай қаласа бұлар біреуін шешіп беріңіз. Бұл енді келесі эстафета Үшқұдықта. Класстастар ма? Құдай қаласа Үшқұдықта келін түсіп, бәріміз Үшқұдыққа келін алуға барайық. Құтты болсын. Енді бұна жерде адамдар ойлап қанша таяқ неге бермеді екендер? Таяқ өзімізге керек ағайындар. Әзімбектің осында ағасы бар інісі ма? Аты кім? Әмзебек шақырайықшы ағайын. Әмзебекке қошемет шапалақ. Құдай қаласа жеңіс ағам жыл сайын келін түсірсін. Әмзебекке берсін келесіздер. Құтты болсын. Енді таяқтап алып жата бермей, Құдай қаласа әрекетпен бола. Ал қадірлі ағайын, енді мынау арнайы сіздердің беріп жатқан көрімдіктеріңіз ғой. Бұл әрине келінге және мынау үй иесіне. Қаламбырда де. Келіңіз, мынау енді өздеріңізге Құдай қаласа келін екеуіміз бір шай ішіп,
өздеріңіз мына тойдан кейін бір марқайып отыруға мына қалқып беріп жатқан көрінді құтты болсын. Ал қадірлі ағайын, енді мынау жастарға әдемілеп бата беретін бір емес қос бірдей ақсақал шақырайық. Яғни кіммен кім Тыныштықбай атамыз бен Амандық атамызды ортаға шақырайық. Қос бірдей ақсақал бата берсін. Келіңіздер ортаға. Аяқ ортаға жететін шығар. Ал ақсақалдар бір бата берсін. Ереқа мен қадірлі ағайын, бәріміздің де бір Алладан үмітіміз бар ғой. Өсіріп отқан ол қызымыз бар. Мынау Есенқұл Жақыпбековтің жақсы сөзі бар ғой. Шөп шыққанға бір қуанып, көк шыққанға бір қуанып, өсем деген ұлды бағып, кетем деген қызды бағып, өмір өттай сырғы бағып деп. Бәріміз де осы балдарды үйлендірсек, үй қылсақ деп жүрміз. Құдай бәріміздің тілеулеріңізді берсін, ақсақал бір бата берсін. Ереқа мен. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі мынау жақсыне тойға жинаған ұзақ жақыннан ағайын туыс сегізар. Бәріңізде осындай бақытты тойлар күнінде кездесуді Алла нәсіп етсін. Міне бүгінгі мынау түсіп жатқан келініміз, үйленіп жатқан баламыздың Алла әрқашанда бақытын берсін. Отбасыларының амандығын берсін. Бәріңізде үйіңде той болып, тойдың үстінде күліп ойнап кездесіп жүріңдер. Аумин деп қолдайсаң, көтеріңдер білекті, ақ жарылқап күн туып құлайым дерсін тілекті. Отбасыларың аман болсын, ағыл тегіл заман болсын. Дүниямыз тыныш болып, балдардың Алла бақытын берсін. Жаңа түскен келіннің түскен жері құтты қоныс тұғыр болсын. Біреуі шал, біреуі кемпір, бірге ағарған ғұмыр болсын. Балапанмен, балағанмен бесік кісі жыбыр болсын. Тайғұлының тасырмен үйдің іші дүбір болсын. Әрқашанда жаңа түскен келіннің ата енеге құрметі бар жерден ашық болсын. Отбасыларың аман болсын, ағыл тегіл заман болсын. Бақытты өмір көріп, Алла әрқашан ұзақ ғұмыр өмірмен қызықты күндерге жете беріңдер балаларымыз аулақ бар. Ал жай сөздің септігі жоқ, батаның көптігі жоқ, атам бір бата беріп Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Көпшілік тойға келген, барлығыңыздың қарамдығыңыздың нұры болсын. Міне бүгін ініміз Жеңісбектің үйінде Ақтүйенің қабыны жарылып, тұңғыш ұлын үйлендіріп той жасап жатыр екен. Бірінші айтарым Жеңісбек жан, мынау қарға тамырлы қазақпыз. Сен бүгін тойға барлы ағайын туыстар көп екібастан. Бұл шақырам десем, бұл Теміртаудағы ресторанның бәріне сыймай да кетуі мүмкін. Бірақ соның ішінде бүгін осындай жағдайды есепке алып, ауыл емес, келінқалаға шатыр тігіп істей беретін. Міне өзіңе жақын, күйеуіне жақын, өте жақындарын шақырып отырып, сол ішінде мені де елеп шақырғаны үшін үлкен алғысымды айтамын. Мына бүгінгі түскен келініміздің қадамына құтты сәтті болсын. Мынандай жақсы сөз бар. Келіннің қадамы, жаңа түскен келіннің аттаған босағасы алтынға айналады дейді. Міне айналайын жаңа түскен келін жан, сол босағаны алтынға айналдыратын жақсы инабатты ибалы келін бол. Әзімбек, Жеңісбек тойлары әлі жаңа бір ұлымыз бар екен ғой. Оған да Алла нәсіп етіп, оның да жол ашыла берсін. Ал енді бата берден. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Жаңа түскен келіннің түскен жері тұғыр болсын. Біреу шал, бір кемпір қосағарған ғұмыр болсын. Балақаймен, балапанмен бесік іші жыбыр болсын. Оттың басы ойнақтаған дүбірлеген түбірлеген той болсын. Келініміз инабатты ибалы болсын, ағайын туысқа мейірімді болсын, ата анасына мейірімді болсын, ауылдастарына айбарлы болсын, күйеуіне жайдарлы болсын. Еліміз аман тыныш болсын. Әрқашан ағайынның ауыз бірлігі ынтымағы жойылмасын. Осы тыныштық, ынтымақ, бірліктің арқасында той қыласын, сіздермен әр уақытта тойда кездесейік. Отырған орындарыңыз жоғалмасын. Амин, рахмет. Ал құрметті ағайын, барыңызға үлкен рахмет, келінге рұқсат. Ал құрметті қонақтар, енді қайтып кетпейміз, ортаға жақсылап билейміз. Және жаңағы айтқандай, алыстан келген қонақтар
міндетті түрде қонағасына қалыңыздар. Келген ағайын баршаңызға рахмет, аман болыңыздар. Қол құтты болсын.